Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Су тіршілік көзі. 110-ші сабақ. Миға шабуыл. Кім тапқыр әдісі? Бірінші балалар, сан есімдерді сөз құрамына талда. Алмаға кеп күнара, қонушы еді бір ара. Бүгін 9 туысын ертіп келді бұл ара. Сонда бүгін алмаға келіп қонды нешара. Осы өлеңнен сан есімді тауып, сөз құрамына талдап көрейік, кәне балалар. Өлең есептің шешуін тап. Ертеңгісін атам, 2 серкені қорадан қуып еді. Егіз бөрте лақ ере шықты. Бөрте лақтардың енесі олармен ере шықты. Сонда барлығы неше ешкі далаға шықты. Кәне, қай бала маған дұрыс жауап бере алады екен? Жұмбақтың шешуін тап. Шығармақ боп кеше есеп, жиналғанда 5 есек, 3-еуі ұйықтап отырды. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сөздік гол ойыны, 30-шы жаттығу, өлеңнің ұйқасын тауып белгіле және жаз. Сылдыр, таудан, жатыр, мөлдір. Енді осыған құлап, ағып, қағып, бұлақ деген сөздерді 31-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балықшының ұлымын. Сескенбеймін дауылдан, селт етпейтін таудаймын. Ақ теңізде айдыннан, ақ сазандар аулаймын. Батыр екен өзі деп, үлкендер де мақтайды. Жетілетін кезі деп, талабымды жақтайды. Ел сенімін ақтайтын, балалардың бірімін. Мәңгі тыным таппайтын, балықшының ұлымын. Өлең қай жақтан айтылып тұр? Өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр? Енді балалар, мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгілейміз. Олардың мағынасын сөздіктен біліп аламыз. Сескенбеймін, селік, айдын. Кәне, кім менің сұрақтарыма жауапты тез табады екен балалар? Өлеңнің тыныс белгілерін қойып жаз. Сан есімнің астын сыз. Су табиғат байлығы. Өзен көлге барғайсың. Кемі 2 рет әр күні суға түсіп тұрғайсың. 33-ші жаттығу. Ребустарды шеш, шешуіндегі сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құра. Ребустардың шешуіндегі сөздер
сан есім екендігін дәлелдеу үлгісі. Бұл сан есім Қалай өйткені заттың санын білдіреді. Сабақ тақырыбы бойынша не үйренгендеріңді және оны қалай үйренгендеріңізді жазамыз балалар. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді сипатта. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.